сіздерге сыйлық дагы да осы Алматылық және Шымкенттік және сонымен қоса басқа қалаларда сіздердің аттарыңыздан бақыт әлемі деген қайырымдылық қорды құрған болатын. Сол қор туралы біздің сайттан оқып білулеріңізге болады, арнайы видео, репортаж да бар. Сол бақыт әлемі жұмыс сіздермен бірге бір кешті бірге өткізсек қалай болады, соған қатыса аласыздар ма деп сұрап жатыр. Сіздердің жауаптарыңыз. Ол негізі бұл сұрақтар біздің продюсерге, алайда біз өзіміз негізі қуана келісеміз. Ондай шаралар өте жақсы. Сол ұжымға айтар тілегіңіз бақыт әлемі қайырымдылық қорына? Бақыт әлемі қайырымдылық қорын мен кеше ғана көрдім. Негізі кеше ғана оқыдым, сол туралы. Мен әлі оқыған жоқ. Мен кеше ғана оқыдым. Анда кісілер айтып жатыр, яғни біздің әсерімізден олар жақсылық істегісі келіп жүр деген сияқты. Біз ол нәрсені таратып жүргеніміз үшін өте қатты қуаныштымыз негізінде. Бұл өзіміз үшін үлкен бақыт. Сол себептен бақытты таратудан жалықпаңыздар. Тоқтатпаңыздар. Сіздердің осы жақынарада біздің сайт ұжымы түрлі қалалардағы негіздарға арнайы шығып, солардан сұхбат алып қайтқан болады. Сол сұхбаттардың бірінде біз осы жігіттердің атынан бақыт әлемі қайырымдылық қоры құрылғанын естідік. Сол қайырымдылық қордың тілегін айта кетсек, олар үлкен ауқымда бір қайырымдылық қорын өткізсек, соған жігіттер қатыса алады ма деп сұрап жатыр. Әрине, біз осындай кештерге біз ашықпыз. Өздеріңіз білесіздер, бұл тек қана сөз емес. Біз көптеген балалар үйлері, жаңағы мүгедек азаматтарымызға, жаңағы ауыр сырқау, қиын жағдайдағы адамдарға қанша шамамыз келгенше көңіл күйімізбен болысуға, көмектесуге, бір күн болса да бір жақсы көңіл күй сыйлауға тырысамыз. Біз бұны қолдаймыз. Біз бұл өнер біздің қолымыздан келіп тұрған. Бұл бірге қатар жүру керек. Себебі мен өзім хип-хоп әлемінен болғандықтан, мен осы кей-поп, осы кей-поптың қаншалықты шынайы нәзіктілігі, шынайы бізден қараңызды, біздің поколениyaның, біздің кезімізден қараған кезде кішкене басқашалығы мені тамсандырады. Осы жағынан мен қатты тамсанам сол жастарға. Сондықтан да мен сол кісілердің сұрағандарын, сол кісілердің тілегендерін сол кісілерге жақынырақ болуға тырысамын. Осының бәрі жайдан жай тек қана менің атына ғана істелу емес, бұл осы бүткіл жаңағы тыңдармандар, жастардың көңілінен шығып жатқан. Мен солай түсінемін. Бұл жай сөз емес.